Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманда Рабиа деген бір жас бала болады. 12-13-тегі жас боз бала екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәретінің суын тасығыш деп аталған адам екен. Пайғамбарымыз қандай дәрет алса да құманын сол кісі дайындап беріп тұрады екен. Ең озып кететіні сол адам екен. Жас бала. Тіпті керек болса пайғамбарымыз тұрып мешітке шығып атқанда дәрет іздеп қалады деп есігінің алдында ұйықтайды екен. Күн шыжып жатса да, жаңбыр жауып тұрса да, шамасы жеткенше пайғамбарымыздың табалдырығының алдында ұйықтайды екен. Қашан ол кісі дәрет іздеп қалғанда мен тез табылам дейді екен. Бұл кісінің қызметіне қатты риза болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп бір күні сол шықса, әлгі жігіт дереу бір құман суды дайындап алып кеп тұр алдына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің, осы жігіттің сондай ақпейіл, сондай елгезектігіне риза болғаннан, ей Рабиа, сұра дейді ғой, ойлаңызшы. Не деген үлкен момент деңіз, пайғамбардың өзі айтып тұр. Ей Рабиа, сұра дейді. 12-13 жасар бала не сұрайды, айтыңызшы. Шалбарым жыртылып қалды, шалбар дейді. Көйлек дейтін шығар. Әдемі сіздікіндей тақия дейтін шығар. Тағы не деу мүмкін енді, 12 жасар бала ғой. Сонда әлгі бала, мен ойланайын, рұқсат берсеңіз депті. Сонымен пайғамбар ойлан деп жанында күтіп тұрады. Әлгі бала ойланып отыр. Пайғамбарымыз жанында тұрып күтіп тұрады. Не дейді екен деп. Біраз ойланғаннан соң Рабиа айтады: Я Расулалла, мен сіздің жәннатта көршіңіз болғым келеді дейді. 12 жасар бала. Мен сіздің жәннатта көршіңіз болғым келеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Ава ғайра дәлик, басқа нәрсені сұрамайсың ба дейді. Жоқ, я Расулалла дейді. Жоқ дейді. Сосын тағы сұрайды: Я Расулалла, сен мүмкін бұл нәрсені біреуден естіген шығарсың, немесе ата-анаң үйретіп қойған шығар. Жоқ, я Расулалла дейді. Мен ойландым. Сізден дүние сұрайын деп ойладым бірінші. Сөйтсем, сол сұраған кезде бәрі бітіп қалады дедім дейді. Одан гөрі бітпейтін нәрсе сұрайшы дедім дейді. Бітпейтін нәрсе. Осы дүниеде өмірімді Құдай берсе, мен сіздің жаныңыздамын. Өмірім өткеннен кейін мен қайда болатынымды білмедім. Сол үшін ол жақта да сіздің жаныңызда болғым келді деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анау-мынау адамды таңдамайды.